шығады. Иә. Тұлға тану деген ғылым бар. Ендеше осының ара жігін қалай ажыратамыз аға? Атағынан болған дүние ұзаққа бармайды. Ол нәрімен бару керек, әрқайсысы. Рухани нәрімен. Сол рухани нәріті біз таба аламыз ба? Жаңағы атағы зорлардан. Бар ішінде бірен-саран, білемін. Тұлға деген сонда кім аға? Бүгін бізде тұлға бар деп айтуға бола ма? Бар шығар, шығар ма? Бар шығар, жұлынып тұрған мен көргем жоқ. Бойын жасырып жүрген тұлғалар бар шығар. Бойын жасырып жүрген дейсіз неге? Себебі оған тізгін беріле бермейді. Мынандай информациялық құралдарға халыққа беретін жерлерге шақыра бермейді. Абай тануда мекемті саға кешегі сол ғұлама айтқан көркем мінез дегеннің төңірегінде біраз ой тараттыңыз. Бүгін не айтасыз? Біздің шығатын жолымыз бар. Бәрекелді. Біздің мінез құлқымыз бұзылған. Бұрын бұзылған. Ал енді капитализм одан бетер бұзады. Біз капиталистік жолға түстік қой. Енді содан адамымызды бұзылсын өріміздей алып шығатын ілім бар ма? Европада жоқ, Қытайда жоқ, бізде бар. Бәрекелді. Ол Абайдың толық адам ілімі.